Баршаңызға сәлем. Жасалуы 5 минут қана уақыт алатын нәзік салат жасаймыз. Қиярымызды соломка етіп тураймыз. Тұздалған қияр қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Қызанағымыздың ортасындағы сулы бөлігін алып тастап, шетіндегі құрғақ бөлігін ғана қосамыз. Шұжықты да соломка етіп тураймыз. Жүгеріміздің суын төгіп тастап, құрғақтай 7-8 қасық көлемінде қосамыз. Жұмыртқаны суға пісіріп алып, соломка етіп тураймыз. Осымен салатымыз дайын. Дәміне қарай тұз және майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Лавашты қалай жасалуы парақшамда бар. Парақшамда түрлі рецепттер бар. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менің лавашым кішкене қалың болып қалғандықтан шет-шетінде қуырдым. Айналдыра корзина етіп қуырдым. Сіздер дүкеннің лавашын қолданатын болсаңыздар, 2 минут қана пісіресіздер. Осындай шұңғыл ыдысқа майды құйып, ожауды ортасына салсаңыздар, корзина сияқты болып қуырылады. Лавашымның формасы көлемді болу үшін астына бокал қойып қойдым. Енді осы лаваштың ішіне салатты салып шығамыз. Бетін әсемдік үшін осындай картофель паймен сеуіп шықтым. Салатымыз дайын болды. Парақшам өте пайдалы. Парақшамда түрлі рецепттер бар. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жасалуы өте қарапайым. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Ас болсын.